Төле би аудандық білім бөліміне қарасты білім беру мекемелеріндегі оқушылар арасында ұлық ұлыс Алтын Орданың даңқты мемлекеттік қайраткері Едіге Батыр жырын жатқайту байқауынан челлендж. Табақ тартқан жас бала аты жөнің кім? Танымай тұрмын мен деді. Меңзетемін біреуге деді. Сонда Едіге тұрып сөйледі. Адам атын сұрасам, Алатайлы Аңшыбай, баба түкті шаштазыз Аңшыбайдың баласы Парпария Сұлтан хан еді. Өз әкемді сұрасам, Құттықия бе деді. Өзім атым Едіге Батыр жыры. Есенімді ескімді берсем емес. Еңсеге жыға тисем керек емес. Есентай ұлы Құдайберді батырым, сен бір толғашы деп едім. Еңкейіп үйге кіргештен, қол қосырып тұрғаштан, тұрды дағы сөйледі. Айтып еді бір сөзді, өкіліне түспеді, байыбына бармады. Оның бұл сөзін жаратпай, аны үйден шық дедім. Қос-қос пышақ асынған, қосалақтап отау тіктірген, көшкендей байтал тарттырған, салтанатын хан ұлынан арттырған, өтейіндей шыққан екі бірдей қос дәулет, егізі менен кіріп. Жылқыбай далаға шықса, жылап отырған баланы көреді. Үйіне әкеліп қараса, ұлы бала екен. Әйеліне айтты: осы баланы емізіп, өз балыңмен бірге бақ. Бұны Құдай берді. Бұл елден келген бала. Сондықтан оның атын Едіге қоялық деді. Тоқтамыс ханның ауылы аралап жүретін жансызы болған екен. Ол бір күні далада ойнап жүрген Едігені көріп, ханға хабар етеді. Мен Жылқыбайдың үйінен бір бала көрдім. Асылы Жылқыбайдың тұқымына біткен бала емес. Жауырыны тоқпақтай, шекесі шоқпақтай, мойны құрықтай, көзі жанған оттай жайнаған. Сонда Тоқтамыс хан: бар, ол баланы мұнда алып кел дейді. Жылқыбайдың үйіне баланы алып кетуге кісі келгенде Жылқыбай әйеліне сөйлей бастайды. Жас 15-те қосылған, қынадай белім шешілген. Ибалықпен сөйлеп сөз, назықпенен көсілген. Баласын алып келсін деп Тоқтамыс хабар етіпті. Ол тілеуі кесілген. Тілімді алсаң бәйбіше, хан баласы Едіге, Едігені бермейік. Түркістан облысы Төле би ауданы ынтымақ жалпы орта білім беретін мектебінің 7-ші А сынып оқушысы Азиева Дона ханым. Бабалар сөзі 39 томдық кітабынан Едіге Батыр жыры. Біздің қазақта атақты, даңқты 3 батыр болған. Бірі ел Едіге, бірі тамадан шыққан Шора батыр, бірі Қара Қыпшақ қобыланды. Осы үшеуі өз бетімен көшіп қонып жүрген адамдар. Ұры қартайса соғы болады, мал қартайса бибі болады, өрмекші қартайса тұшқаншы болады, шал қартайса. Түркістан облысы Төле би ауданы мәдени жалпы орта мектебінің 9-шы сынып оқушысы Байзақ Балзия боламын. Едіге Батыр жыры. Жас 15-те қосылған, қынадай белім шешілген, ибалықпен сөйлеп сөз, наздықпенен көселген. Баласын алып келсін деп Тоқтамыс хабар етіпті. Ол тілеуі кесілген. Тілімді алсан бәйімше, хан баласы Едіге, Едігені бермейік, мұның бетін көрмейік. Біздің бала не қылар, тек жиған малға не болар. Тірі болса Едіге, дұшпаннан басып кек алар. Едігеден айырылсақ, хан тұқымы жоғалар. Тілімді алсан алғанын, Едігені алыққап, өз баламызды берейік. Сонда бәйімше мұңайды. Өлімге кеттет дегесін, жалғыз туған баласы, жыламай қалай шыдайды. Асыл бірі алғаным, дүниенің білдім жалғанын, тоқтамастай зұлымын басқа қайғы салғанын, беремін десең бері деді. Облысы Төле би ауданы екпінді жалпы орта білім беретін мектебінің 6-шы сынып оқушысы Рахматулла Гүлдария. Едіге жыры. Кетер құстай сайланған, Алладан тілек тілеп зарлаған. Арғынбайдың бас едің, Қарақожан батырым, сен бір кіріп толғашы деп еді. Еңкейіп үйге кіргештен, қол қозырып тұрғаштан. Ол да толғап салып еді, өкіліне түспеді, байыбына бармады. Аныды да үйден шық деді. Қараңғы жерде жол тапқан, қапия жерде сөз тапқан. Жауырның үлке қақпақтай, айдарың сенің бұқпақтай. Адам тілін алмаған, өз райысы болмаса. Әл-Фараби атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің 7-ші Ә
сынып оқушысы Құланбай Арайлым едіге жырынан үзінді. Жас 15-те қосылған, қынадай белім шешілген, ибалықпен сөйлеп сөз, наздықпенен көсілген. Баласын алып келсін деп, тоқтамыз хабар етіпті. Ол тілеуі кесілген, тілімді алсан бәйбіше, хан баласы едіге. Едігені бермелік, оның бетін көрмелік. Біздің бала не қылар, тек жиған малға ие болар. Тірі болса едіге, дұшпаннан басып кек алар. Едігеден айрылсақ, хан тұқымы жоғалар. Тілімді алсаң алғаным, едігені алып қап, өз баламызды берейік. Сонда бәйбіше мұңайды, өлімге кетеді дегесін.